жүре мағынып. Созақтан сорғалған олардың сөздері. Енді оның бәрі Ақсарбаздың қозғалысы ілікке жіберу. Тәңірге сенетін адамдардың ішіне сондай жалған пайғамбарлар кіргізді. Ондайлар болған анау. Біздің тіпті Алматыда Ақсарбаз деген сайт болды. Ол сайт анау Назарбаевты мақтайтын. Оның бәрі деген мақтап, оның бәрі мақұлдап, оны колхоздарды қиратқаны жақсы болды, анау заводтардың тоқтатқанын бәріне қиратқанын бәрісін жатыр деген бір күнде кездесем маған беттен алды адамдар. Аға, мынау қалай? Бұл не деген сұмдық? Сізді сондай сыйлаймыз, сіз сондай жаман сөздерді айтасыңдар. Қасымда адамдар болды. Оны қайда оқыдым десем, интернеттен оқыдық дейді. Олар күлді, ағаның интернеті жоқ. Ағаның компьютері жоқ. Аға пайдаланғанда кішкентай сотка, клавишный, кнопочный соткамен, қазір сол соткамен сенен сөйлесіп отырмын. Содан мен ол ішінде қолыр күлі жіберді. Ол жалған нелер ол. Біз оны Назарбаевтың жалдаған субайлары сонда Ақсарбаздың артына кіріп едіру. Олар соның жалғасы соның. Сол Алматыдағы бір топ, сол КГБ-нің адамдары сонда сол сайтты ұстап, сол сайттан қайта сөйлеп, бір енді оқырман сұрақ қойды қазақша. Ол сайттың несі орысша жауап береді. Жігін ол айтты, мен сізге қазақ тілімен сұрақ қоямын. Сіз маған официально орыс тілімен, коммунистің тілімен жауап бересіз. Сіз қандай Ақсарбазсыз. Сонда сіз неге сондай сыйламды адамдардың атын пайдаланасыңдар. Ондай сұмдықтар бұрын болған. Оны біз білеміз. Соның Сталиннің, Гитлердің бәрінің диверсияларын жақсы білеміз. Сөйтіп жауап қойыпсыз деген бір 2 жылдан кейін деген сол сайт жабылып кетті. Ешкімді оқымайтын болған еді. Халық бес алды. Тіпті жіберді Ақсарбазды компьютер жоқ, интернетті пайдаланбайды. Несі бар, городской телефон бар, сонымен айтып ол шығып жатыр, неге дегенде сен халық кесені салды. Ол қазіргі сол менің жанны сұраппайсыз. Қайтып мынау араб Мұхаммед қолына гүл соқыстап, зарғысының алдына қазір келіп қалды. Ал қызыл Райхан гүліменен гүлін ұстап, неде жаратушының қасында тұрды дейді. Ол арабтар ешқашанда гүлді қолына ұстап көрген жоқ. Әсіресе еркекке гүл қолына ұстауға. Ол бұзықылық. Екіншіден гүлдер Арабияда өспейді. Арабияда өмір сондай қиын, олар суды өлшеп ішеді. Гүлді суғару керек. Олар нәресте келгенде арабтар, оны түйенің сілігімен жуады екен. Түйенің сілігінде жинайды арабтар шелекке. Сөйтіп сонда көзді соқтарды ұстап тұрғаны, ол енді исламға да жала. Қайтып пайғамбар жәрдесінің алдында келіп тұр, ол не? Сіздегі колхозыма келіп тұрады оғанда. Мен Ақсарбаз жәрдесінің алдында бірақ келдім оның алдында. Анау жаны қайта-қайтамен келісіп сөйлеп тұр екен. Тіпті оның көштің болғанды. Ол енді диверсия. Менің ойымша оны пайдаланыс керек жоқ. Сарылдасы жығылып айтып қой. Ақсарбаз ешқашанда жат деген білген жоқ. Оны білген менің сөзіммен білді, мен оған хабар берейін. Ол сөздерін айта осылай. Жалған пайғамбар, жалданған пайғамбар. Оқтан өзген оттайды. Кітапта жазылған ұлы адамдар адамға бір-ақ рет келіп кездескенде. Оны өтірік отқалы мей деген бар. Ол кісіге не болды? Сергей Радонежский қайраткер болып кетті православияның. Одан Фатима деген село бар Португалияда. Сонда 3 қыз, бір бала, малшылардың балалары сол. Қозғарды бал жігіді. Солар да көрінді. Тағында бір Францияда бір көрінді. Неге 3 күнге де үлкен пайғамбардың нелер жаратушылар нелер көрінген жоқ ешқашанда. Ол мүмкін емес. Ол қандай күш керек, қандай энергия шығару керек, адамның жанын жатырын алдына келуге қандай күш керек.
Аға, сонда мына жаратушының жолдауы дегенді астына сіздің атыңыздан сөз жазып қойған, сол халықтың шығынсыз жаратушыны қабылдағанын қалаймын, көресіңдер, көрген сайын сенесіңдер, сенген сайын көресіңдер, ақсарбаз деп сіздің атыңыздан. Бұл сонда сіз айтпаған сөздер ғой. Сенің ақсарбаз ата ешқандай ондай сөз айтып көрген жоқ. Ақсарбаздың енді берген екі кітабы бар, екі кітабы. Ақсарбаз бен Тәңір жауынгері. Одан басқа ешқайда шығып, міндеттерге барып, елдің алдына шығып, бірдемені сөйлеп көрген жоқ аға. Үйде отыр, тып-тыныш өзі жұмыс істеп, ешкіммен қатынаспайды, мемлекетпен қатынаспайды, телевидениемен қатынаспайды, ешқандай интервью беріп көрген жоқпын. Айтып, ол менің сөзімді өзіне қосып, ол қылмыс, сенде жазбай, ол сенде жаны сен жазбаған, ол қылмыс. Ол біреудің сөзін сөзға салған. Ол менің атыма жағылған жала. Бұл сонда мына ислам жолындағыларды, тәңіршілерді және ақсарбазды үйренушілерді бір-біріне қарсы қою ғой. Иә, қарсы қою. Оның несі бәрі, анықтан айту керек. Тәңір діні ол нағыз бірінші бір құдайға сенетін дін, көшпенділердің. Олардың ескерткіштері жоқ, құбыжықтары жоқ, суреттері жоқ, мүсіндері жоқ. Аспанға қарайды мінекей. Тәңір, сонымен сен жазған жазбалары жоқ, жылдары жоқ, таураттары жоқ. Көшпенділердің нағыз бос, нағыз табиғатқа жақын адамдар болғаны кейін, оның тәңірдің пішімі жоқ, аты жоқ, тумаған да, өлмеген де, достары жоқ, туысқандары да жоқ. Содан шыққан діндер, ол христиан, Будда діні біріншіден шыққан. Екіншіден енді христиан діні, ол шын. Басқа дінге мен оған дәлел жоқ. Еврей діндері, ислам діндері, еврей діндері емес, ислам діндері, ол екі ағайынды. Туысқандар бір-біреуіне. Ал нағыз ұлы діндер қазір басқарып отырған дүниені, ол бірінші христиан діндері. Ал екінші өлшем діндері, ол енді буддизмдердің қазіргі күштері көбейіп бара жатыр. Индия көтеріліп бара жатыр. Индия, Цейлон, Вьетнам, Таиланд, ол енді Бирма деген күшті мемлекеттер, оның да қозғалыс бастырып жатыр. Содан ешқандай біреуге зиян, біреудің ала-жібін аттап, біреудің енелерін өзімізге тартып жүрген ешқандай іс жоқ. Жердегі нағыз дін, оған кіру үшін емтиханнан өту керек. Жалғыз дін жердегі. Кім болса соны тартпай бізге жүр, көп болса біз көбейеміз деген, күшейміз деген тәңірден де ондай әдет жоқ. Аға, енді мына жаратушы жолдамасы деген Жанат Бақыттың айтқан несінде Алланың миссиясы бітті дейді. Ол дұрыс емес. Миссиясы біткенде ол неден жаратушының бұйрық келеді. Бәр діндерінің күштері жойылды. Бәр діндердің күштері жойылды, өделердің. Енді жаңа цивилизация басталса, өзінің күшіне келгенде, оған неден жазын бұйрық келеді. Ал мынау біреу исламның несі аяқталды дегенде, ол үлкен қылмыс. Исламның күші ешқашанда жойылған жоқ. Тығырыққа кірді, рас. 14-ші ғасырдан кейін ислам тығырыққа кірді. Терроризммен недемен. Бірақ тығырықтан қазір шығып жатыр. Сауд Арабияда әйелдерге далаға шығуға, машина айдауға рұқсат берді. Сауд Арабияда кинотеатр ашылып жатыр. Бұрын киім шығатын. Оларда қазір дамып, оларда қазір цивилизацияға кіріп жатыр. Бәрі ислам дамыған Эмираттар, Катарлар, Малайзия, Сингапур, олар жердегі нағыз белгілі дамып бара жатқан мемлекеттер, олар исламды қабылдай берді. Тәңір діні ешкімге қарсы жасалмайды. Бұрынғыда біздің ата-бабаларымыз оны қол астында
Hristiyanlar da boldu, Yevreyler de boldu. Budaların bol. Bäri de soğan jandarını saktasa, bäri de korganatın boldu. Soldan son arkasında Altın Orda'nın memleketi damagan adil bay memleket olan son arkasında. Bäri de bir kolda ustap, bäri de tatıp ne oldu sağındadır. O adet sonu жалғаса бересің тәңірдің мемлекеттері ешкім келер жасамаймыз, ешкім жеріне ақшасына көзіне алдыртпаймыз, өзінің жолмен бара береміз. Барсаңдар бара беріңдер, бірақ емтиханнан өтесіңдер. Емтиханнан өтесіңдер, дайынсыңдар ма жоқ, өтесіңдер, қара беріңдер. Бізге топ үлкен не керек жоқ тәңірденіне. Тәңірдені рухпен күшейіп, рухпен дамиды. Рухтық көтереді. Жалғыз адамдар, жалғыз адам. Ол белгілі, ол Иса, ол Мұхаммед пайғамбар, ол Будда. Үлкен қозғалыс. Сол қазір мен сонда енді жаңа дәуірге келді екен, жаңа цивилизация енді өзінің күшін көрсетіп жатыр, жаңа цивилизация. Қазір не болды? Қазір сюжетті көрдім, зергерлер, бір әйел зергерлер жасайды екен. Зергерліктерді қазір немен шетелге жіберіп жатыр. Бәр бұйымдардың бәріне бүкіл жасаған. Әсіресе енді шетелдегі қазақтар оны сатып алып жатыр соны. Бірақ басқа дамыған бай елдерде сол қазақтың нелерін, шолпыларын, зеттерінен бәрін қазір топ келтіріп жатыр жақады. Бір неше сюжеттерді көрдім. Енді қазақтың мәдениеті жердегі тарап жатыр бәрі. Ол ненің несі жалғасы? Ол администрация цивилизацияның уже кіргені, дамығаны, сезімге кіргені. Қазір енді халық Димаштан бастап бәрі қазақтың еліне бәрі жақсы көзбен қарайды, сыйлайды, домбырамен бәрі үйренеді. Қазақтың тілін бәрі қазір бір қалада Еуропаның бір күзек бар қазақтың оқуға ашын. Адамдар келіп тұрады. Сюжетті көрсетті Англияда қазақтар аралас әйелдері, англишандар, байлар, алғышандар бәрі еп наурыз өткізіп жатыр бәрі де қазақша. Түрлері бәрі жақсы, бәрі күліп, жайнап, рахаттанып, қымыз ішіп, ет жеп, сөйтіп топырағын ойнап, сөйтіп отырсыз Англияның ортасында Лондонда. Ол бұрын қазақ болатын. Ал қазір енді мінекей қазақтың мәдениеті тарап жатыр. Аға мына жаратушы жолдауында былай дейді Жанат ханым. Тарихта болған бүкіл батырлар, бүкіл әулиелер, бүкіл алаштықтар, тіпті басқа ұлттағы мықты тарихи тұлғалар, Клеопатраң бар, Пушкин, Есенин, тарихта қалған ақын жазушылар барлығы қазір қазақ болып келген ғой. Қазақ болып келген және қазақ әйел болып келген дейді. Бұл жоқ. Ол аралас. Ол еркек болу, әйел болу, ол эволюцияның нәтижесі, заңы шеше. Ол әнді әбден әйел болып енді бәрі ол еркек болып туға шама керек, бірақ оның нағыз қысқа саты жеті өмір сүру керек. Нағыз дамығандардан еркектен әйел болуға, әйелден еркек болуға, ал көбісі 20-30 өмірде еркек болады, кейін дүниеге әйел болып келеді, сонда мұжық сияқты әйелдер, сол бұрынғы еркектер. Еркек сияқты әйел сияқты еркектер көпте келер. Ол бұрынғы әйелдер болған. Ал оның несін баға беруге, сонда беруге, оның ешқандай құқығы жоқ. Аралас Димаш еркек көптіге келді, Нұрмағамбет еркек көптіге келді. Талай адамдарға көріп жүрмін, олар ғалымдардың көріп анау кибернетиктің несі академик Берг. Ол бала Қарағандының облысында кибернетик болып жұмыс істеп жатқан қазір нетіп. Кішкентай бала, бірақ түріне қарасаң, соның айналасың несіне. Сөзінен де, ақылынан да. Қазір көрсеті бір бала мектепте оқиды, автоматический ферма шығарды. Оны қазір оған бәрі қызғанып жатқан саудан фермалардың бәрі
тазалап жіберетін малға. Соның бәрі де автоматизатор тек басқа жерде тұрып, оны мен басқаруға болады терминал интернетпен. Сонда осы қазақтың балаларын қазір дамып бара жатқан жері, ол сол бірінші дәлелі сон алтын сатың келгені, ашық келгені. Бұрын енді ол фантастика болатын. Ал қазір мен осы таңғалмаймын. Өзі сипап қойым. Дұрыс. Сенің істегенің бәрін дұрыс. Iştahının bari duruz. Meneki енді алманың енді өсіп, гүлдеп, бені жемесін көріп отырған сол алтын сатының. Аға, енді қараңызшы. Жаратушы өзі келді, өзінің жолдамасын жіберді, болды. Бұл талқыланбайды дейді. Ескі дәуірмен кетті, болды шығарып солай. Құран, дін төртінде кетті, пайғамбар Алла барлығы кетті. Сіз және жаратушы болды. Екеуіңіз ғана барсыз, басқа ешкім жоқ деп ультиматум қойыпты. Ол үлкен қателес. Ол өз мойнына үлкен күнәні алды. Күнәқарлық ол. Енді Құдайға қарсы шыққан жол, ол сайтанның жолы. Менің оның шешім, ол сайтанның өкілі. Жердегі келіп, әсіресе қазақтарға ішіне репресс салуға келген сайтан. Жақсы болса да, бірақ ол жаңағы сол ақсармандық қолдаған болып кітабын шығартып, жаңағы халыққа насихаттауға басында жақсы үлес қосты ғой. Иә, жоқ, олардың сондай несі ғой, приемдары. Біріншет мақтап алады. Сөздеген мақтап алған кейін, тартып алған кейін. Өзінің нелерін, идеяларын тығады. Ол картежниктердің сондай нелері бірінші ұтылып, адамға оны қыздырады, жақсылап тұрып. Кейін білдем тонып тастайды соны. Өте ескі әдіс. Оның ақсарбазды мақтап, оларды басқарып отырған адамдар дурак емес, оны жәннатты жалдап отырған. Ол емес, оның артында үлкен адамдар тұр. Қалталар адамдар. Солардың енді олардың несі түсінікті ойлары. Ақсарбаз жеңісі жүрнеді. Оларға өмір сүруге өте қиын болады. Өлімге жазылмаса, өте қиын болады. Ешкім талданбайды оған, ешкім де оларға ақшаны алып келмейді. Ешкім де оған көмек көрсетпейді. Олар сонда ескі әдіс ішіне өзінің несін. Агентін жібере салу. Сонда жеді түкте ешқандай білімі жоқ. Жаратушының атынан сондай сөздерді айтады, жаратушымен сөйлеседі екен. Ондай адамдар көп талай болды жебнеде. Оны Құдаймен сөйлесіп тұратын, Мариямен сөйлесіп тұратын. Ашын қалғанда, белгіге алғанда. Ол айтады, мен оның бәріне ойдай шығардым, әдей жазғанмын деп сөйледі. Ол сарайөледен, виссарионнан ешқандай ажырмасы жоқ. Бірақ енді біздің киімді киіп алып, ал басқа идеяны өткізіп жатыр. Енді мына жерде мынандай тағы бір түсінік беріп жатыр. Адамның рухы бірнеше өлшемде өмір сүреді. Мысалға, мына Әсел деген қыздың бір өлшемі физикалық тәнде дейді. Бір өлшемі мәселен Қарасай батыр болған, бір өлшемі Марста қызмет етіп жүр, бір өлшемі рухтар әлемінде қызмет етіп жүр. Міне біздің рухымыз осындай 5 және 7 өлшемде, одан да көп өлшемде бөлініп өмір сүре береді дейді. Иә, о да өтірік бәрді. О да саусақтан сұрып алған, енді оны дәлелі жоқ қой. Оны тексеретін ешқандай дәлел жоқ. Неге не болса соны айта береді. Негізі рухтың бөлінуі мүмкін бе? Жоқ. Ол мүмкін емес. Адам екі жаққа бөлінбейді ғой, үш жаққа бөлінбейді ғой. Бір денемен жүре берді. Денесі бөлінсе, ол өлгенде... Жоқ, ана, жан, мына туатын кезде, ана, неде айтады ғой, Майкл Ньютонда, бір 20% болса да, жан әлемінде қалады дейді. Мына неге физикалық денеге түгел келмейді. Ол рас па?
okudu. Onu modül ber bilinmen, ber darınmen balanın denesine kirgende sol modül öse veriyorsun segeyin içinde. Екі жаққа рух бөліну анау мынау ол дұрыс емес. Ол ішінде болғаны кейін оны сіңу керек денеге, рухқа. Соған уақыт керек. Рух сен 7 жасқа сонда болғанда рух денемен енді жабылады рух сол модулі. Содан кейін оны жауапкершілігі болады адамзаттың баланың. Анаулардың оны не болса оттай береді ғой. Мына жақта бар екен бір жерде өмір сүріп, Марстада жұмыс істеп жатыр, анау Венерада жұмыс істеп жатыр, анау Үркерде жұмыс істеп жатыр. Ол қазіргі жіберген жала. Енді олар түсінді. Олардың енді өмір сүруге айлап қалды уақыт. Алтын саты бәрін жібереді, бәрін басып кетеді. Деген наш последний решительный бой деген. Күшпен жеңуге шамасы жоқ. Онда ішіне неден жіберіп береді, шпиондарды, диверсанттарды. Ол диверсанттар. Бірақ оны басқарып отырған өзген адамдар, бірақ өзген адамдардың олардың білімі жоқ. Ғарыш білімі жоқ. Ғарыш білім бірақ адамда бар. Ол мен өкілмін. Мен сол ғарыштың бірісі, мен өкілмін. Шынымен өкілмін. Қалғандары, олар өздерін айтып еді. Оның менің 2 документім бар, 2 кітап. Бәр құрама графиктермен, суреттермен, схемаларымен, циклдарымен салынған. Тіпті бір адамның циклдарында оны ашылған бір неде ақтырған еді. Соған қарсы шыға берсін. Оған менің сұрағаным критикаласын. Критикалауға олардың білімдері күштері жетпейді. Онда ескі әдіс, сонда не жалған пайғамбардың үстіне жіберіп салып, талай сондай мемлекеттер содан қиратылды соның арқасында сол сұмдың артында. Шамаң болса тойтар сіздер. Тойтар жөнінде ақсабат ол кісі бірінші естіп тұр оны керек. Сенен естіп тұрмын жан дегенде. Оның сөздерін естіп, менің ойымша ол қылмыскер. Ондай жұмыс істейтін болса, мен оған сотқа беремін оны үшін. Ал не болса, оған жауатын болса, онда қылмыскер топтан өзі түрмеге отырғызады. Менің атымен пайдаланып, білмемеге пайда табып білмейін десе. Мен тіркеудемін. Менің наградтарым бар, құрмет ордені бар, желтоқсан ордені бар, Совет мемлекетінен трудовой медальдері бар. Ол кім ол жанат? Осылай Құдай сені жазаламаса, сені халық мейлігі сода жазалайды. Сен қылмыскерсің. Менің ойым ол қылмыскер, рухани қылмыскер. Ал аға енді сол жанаттың фанаттары өте көп қой. 2 миллион подписчигі бар, жазылушысы. 14 мың үстінде жаңағы несі бар, жақтаушылары. Оларға не болмақ? Олар сөзген бастырып бәрібір өтіріктің жолы қысқа. Шынның жолы ұзын, қалай болса да, қалай енді түрі ұнамаса да шынның жолы өрдегі. Ал өтіріктің жолы қысқа, әсіресе сұлу өтіріктердің, бұлай өтіріктердің, қандай өн жолы қысқаның өзді жайлы береді. Сен оны сен жауып таста оны мен шықпай қоны неге. Тойтарысқа анау-мынауға. Хабар жібер, Ақсарабатта жаңа деген адамды бірінші естіп отырмын. Оның менің айтқан сөздер бәрі жала. Мен сөздер ешқашанда ешкімге айтып көрген жоқпын. Елге шығарған менің нелерім 2 кітап Ақсарбас пен Тәңір жауынгері. Ол интернетте бар. Одан артық мен ешқайдада бір жерде шығып, біріне интервью беріп, біреумен сөйлесіп, біреумен ешқашанда онда сөз болған жоқ деп сөйтіп бер. Болды сонымен.
onu size. Бірақ айтып жүрген ойлану керек. Неге сені жау мақтайды? Жау сені мақтаса, абырой бол. Абырой бол. Бір жерде қателестің деген. Сол үшін. Жақсы аға. Жарайды, жарайды. Аман болыңыз. Рахмет.